Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің филология бөлімінің 3-ші курс студенті Ментағали Олжан. Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы саяхат таным бастауы. Оқу мақсаты мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпаратты анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру. Бірінші тапсырма: суретке қараңыз. Сөздіктерді пайдаланып, төмендегі сөздердің мағынасын анықтаңыз. Саяхаттау, демалу, тынығу, туризм, экспедиция. Осы сөздердің қайсысы қай суретке сәйкес келеді? Ойыңызды дәлелдеңіз. Бірінші тапсырманың дескрипторы: сөздердің мағынасын анықтайды, 1 ұпай. Суретпен сәйкестендіреді, 1 ұпай. Ойын дәлелдейді, 1 ұпай. Барлығы 3 ұпай. Тапсырманы орындауға 10 минут уақыт беріледі. Жарайсыңдар, ал енді бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс өткізейік. Барлығын түсіндім, қызыл түсті, енді түсініп келемін. Жасыл түсті, түсінбедім, көк түсті. Келесі екінші тапсырма: ассоциограмма. Саяхат сөзіне қатысты тірек-сызба жасаңыз. Тірек-сызба бойынша сұрақ құрыңыз. Саяхат сөзінің мағынасын ашыңыз. Екінші тапсырманың дескрипторы: тірек-сызба жасайды, 1 ұпай. Сұрақ құрайды, 1 ұпай. Мағынасын ашады, 1 ұпай. Барлығы 3 ұпай. Тапсырманы орындауға 10 минут уақыт беріледі. Жарайсыңдар, ал енді кері байланысты кеме тәсілі арқылы өткізейік. Тапсырманы сәтті орындаған болсаңыз, желкенді жасыл түске бояңыз. Тапсырманы орындаған сәтте қиындықтар кездессе, желкенді сары түске бояңыз. Тапсырманы орындауда қиындықтар болса, желкенді қызыл түске бояңыз. Үшінші тапсырма: төмендегі тірек сызбаны толтырыңыз. Тапсырманы орындауға 5 минут уақыт беріледі. Жарайсыңдар, бағдаршам арқылы өзіндік бағалау жүргізейік. Қызыл түс: мен тапсырманы орындай алмадым, көңіл күйім жоқ. Сары түс: көңіл күйім жақсы. Жасыл түс: мен бәрін жақсы орындадым деп ойлаймын, менің көңіл күйім тамаша. Төртінші тапсырма: мәтінді оқып, тақырып қойыңдар. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрыңдар. Дескриптор: мәтінді оқиды, 1 ұпай. Тақырып қояды, 1 ұпай. Жоспар құрады, 1 ұпай. Барлығы 3 ұпай. Тапсырманы орындауға 5 минут уақыт беріледі. Жарайсыңдар, бағалау өзара түстермен болсын. Қызыл түс: өте жақсы. Сары түс: жақсы. Жасыл түс: орташа. Ал енді үй тапсырмасы. Сендер жазғы демалыстарында қай жаққа барып демалу тиімді екені жайлы білгілерің келді. Жергілікті туризм ұйымына қоңырау шалып, немесе үлкендерден қайда баруға болатыны жөнінде кеңес алыңдар. Диалогте мәтін мазмұнындағы ақпараттар қамтылсын. Ал енді сабағымызға рефлексия өткізейік. Күннің өзі: сабақ қызықты болды, мен барлығын түсіндім. Бұлтты күн: әлі де түсінуім керек. Сұрағым бар. Жауын шашын: мен ештеңе түсінбедім. Сау болыңыздар.